Зеленский еврей, сондықтан Украина еврейлердің жері болады. Мұндай әңгімелер халық арасында тарауына не себеп болған еді, және бұл ақпарат шын ба? Түсіндірейін. Бірден айтайық, Украинаны еврейлер басқарады, немесе Украина еврейлерге беріледі деген конспирологиялық әңгімелерді көбіне Ресей пропагандасы таратады. Ал мұның басы 2021 жылы Путиннен тараған. Кейін ол мұндай мәлімдемесін бірнеше рет қайталаған. Ал 2022 жылы басқыншылық соғыс бастаған Путин Зеленскийді былай деп айыптайды: "Мен таң қалам, тамырында еврей қаны бар Украина мемлекетінің басшысы болып отырған адам неонацистерді қалай қолдай алады? Мен мұны мүлде түсінбеймін." Бұл сөзін бірден кремльшіл саяси сарапшыларда, ақпарат құралдарда іліп әкетті. Артынша экс-президент Медведев, шенеунік Патрушев сияқтыларда қайталай бастады. Алайда түсініп алатын жайт бар. Зеленский еврей тумасы екенін ешқашан жасырған емес, бірақ оған акцентте қойып айтпайды. Ал Иерусалим пост деп аталатын израильдік басылым 2022 жылы оны ең ықпалды еврейлер тізіміне де қосқан. Алайда ресейлік пропаганда нарративі Зеленскийдің еврей екендігіне мына себеппен назар аударады: Украинаға басқыншылық соғыс басталған соң еврейден шыққан ондаған мың ресейлік елден кеткен. Бизнесмендер, ғылым мен мәдениет саласындағы ресейлік еврейлер соғысты айыптаған. Халықаралық еврей ұйымдары да Киевті жақтаған. Тіпті Израильдің өзі жалпы алғанда Украинаны қолдайды. Тек Путин айтқандай, Зеленский де Украина билігі де ешқашанда неонацистік бағыттарды сөйлеп немесе соның нарративін қайталамаған. Осылайша батыстан қолдау алған Киевті ресейлік пропаганда әлемді еврейлер басқарады деген сияқты антисемиттік мифологияға сүйеніп айыптаған. Алайда дау басында нақты дәлелге емес, жеке тұлғалардың этникалық тегіне қарап тұжырым жасау әлсіз қадам. Оның үстіне Украина көпұлтты зайырлы мемлекет. Президенттің этносы ешқашанда Украинаның ұлттық сипатын анықтай қоймайды. Мысалы, ақш-та да, Францияда да, басқа елдерде де түрлі ұлт өкілдері президент болған жағдайлар көп. Ал Украинаны Израиль ғана емес, басқа да көптеген ел мен ұйымдар қолдайды. Жалпы Зеленскийдің этносына, ұлтына қарап мәлімдеме жасау осы Путиннің мәлімдемелерінен басталған еді. Ал бұның түп тамыры негізі кеңестік өкіметте Сталинге қатысты насихат пропаганда да бар. Бұл туралы келесі видеоларымда түсіндіріп берем. Арнаға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз.